Армысыздар, сіздермен Киномен. Бүгін біз 2020 жылы Оскармен қатар көптеген марапатқа ие болған Арам тамақтар атты фильмге шолу жасаймыз. Кедей отбасы байларды алдап соғады, оның арты жақсылыққа алып келмейді. Арнаға тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз, және Telegram арнаға тіркеліп кетіңіз. Ал біз бастаймыз. Джессика, братьев нет. Иллинойс, Чикаго. Одногруппник Ким Джин О, двоюродный брат. Кедей ауданда орналасқан үйдің жертөлесінде кедей отбасы өмір сүреді. Отағасы Ким Ки, оның әйелі Чхон Сук, баласы Кию және қызы Ки Чон. Олар жұмыс істегеннен гөрі жеңіл жолмен ақша тапқанды жақсы көреді. Аштан қатпас үшін олар пицца қораптарын реттеумен айналысады. Бірақ жалқаулықтарының кесірінен әр төртінші қорап жарамсыз болып, еңбектері арзандайды. У вас столько брака. Скажите спасибо, что я еще добрая. Интернетке олар жақын маңдағы кафенің тегін Wi-Fi-мен кіреді. Ол да тек әжетханадан ұстайды. Бір күні Киюға досы Михе қонаққа келіп, отбасына жол ашар тасты сыйға береді. Бұл тас отбасының қаржылық жағдайын көтердіміз. Достар сыртта ішімдік ішіп отырғанда, Михе шетелге жұмысқа кеткенде Киюға жеңіл ақша жасауды ұсынады. Бәрі оңай. Бай Пактардың отбасындағы Дая есімді қызға уақытша ағылшын тілін үйрететін мұғалім болу керек. Кию студент емес, ол оқуға 4 рет экзамен тапсырып түсе алмаған. Бірақ досы оны байларға өзі айтып жұмысқа тұрғызатын жеткізеді. Бас кейіпкердің әпкесі Кичон бауырына жалған құжат жасап береді. Жаль, нет факультета по подделке документов. Ең көрікті деген киімін киген Кию жағдайы жақсы Пак отбасына кездесуге барады. Бірақ бірінші сабақта қыздың анасы Йонге сырттан бақылайды. Жігіт аңқау әйелді оңай алдап соғады. Пак отбасының кіші ұлы Дан Сонг үндістермен әуестеніп сурет салғанды жақсы көреді. Кию бұл сәтті ұтымды пайдаланып, отбасына сурет салу өнерінен жақсы мұғалімді кеңес етеді. Негізінде ол әпкесі Кичонды жұмысқа тұрғызуға алып келген. Уақыт өте өтірік ұстаз Кию мен оқушысы Даяның арасында сезім пайда болады. Кичон Да Сонгтың салған суретін анасына көрсетіп, психологиялық талдау жүргізеді. Ол анасын бала кішкене күнінде психологиялық жарақат алған деп қорқытып, өз көмегін ұсынады. Бірақ нәтижеге жету үшін күніне кем дегенде 4 сабақ өту керек. Пактардың отағасы Доник келіп, жүргізушісіне қосымша сабақ берушіні үйіне жеткізіп салуды тапсырады. Үйге барар жолда Кичонның басына арам ой келеді. Ол іш киімін білдіртпей шешіп, Пак мырзаның қымбат көлігіне тығып кетеді. Кейін қыз әкесінен қымбат көліктің жүргізушісі болып көрдің бе деп сұрайды. Ким Ки көлікті тек тұрақтан тұраққа қойып айдап үйренгенін айтады. Заманауи көліктермен жақсылап танысу үшін олар баласы екеуі көлік сататын жерге барып, өтірік алушы болып, қымбат көлікпен жақсылап танысады. Біраз уақыттан кейін Доник мырза өзінің қымбат көлігінде келе жатып, орындығының астынан Кичонның іш киімін тауып алады. Ол әйелімен ақылдаса келе, тәртіпсіз көлік жүргізушісін жұмыстан шығаруға шешім қабылдайды. Кейін оқытушы Кичон отанасына жақсы жүргізушіні кеңес етеді. Әрине, ол әкесі Ким Киді меңзеген. Арам тамақтар отбасының отағасы сынақтан өтер кезде Доник мырзаға 30 жыл өте жақсы көлік жүргізушісі болғанын айтып, Пак отбасына ол да жұмысқа кіреді. Бай отбасының үй қызметшісі Мунг Фангтың орнына аналарын кіргізу үшін Кию әпкесіне кәрі қызметшінің өрікке қатты аллергиясы бар екенін айтады. Әрине, олар қызметшінің аллергиясын әдейі қоздырады. Әйел ауруханаға барғанда Ким Ки оны кездейсоқ жолықтырдым деп әдейі суретке түсіріп алады. Содан кейін ол отанасына Мунг Фангтың туберкулезбен қатты ауыратынын айтып сендіреді. Тіпті Ким Ки жазықсыз әйел түшкірген сүлгіге қанға ұқсас кетчуп жағып қатты шошыған әйелге оны көрсетеді. Жаңа жүргізушімен үйіне қайтқан қожайын алдыңғы қызметші керемет жасайтын асты жегісі келіп жүргенін айтады. Жоспар бойынша Ким Ки жағдайды керемет пайдаланып, қызметшілерді дайындайтын агенттікке хабарласуды ұсынады. Осылай ол әйелі Чхон Сукты агенттіктен келген керемет ас дайындайтын жоғарғы деңгейлі үй қызметшісі ретінде бай отбасына жұмысқа тұрғызады. Солай отбасының барлық алаяқ мүшелері Пактар отбасында жұмыс істейді. Бір күні кешке До Сонг үй қызметшісімен сабақ берушіден бірдей жағымсыз иіс шығатынын аңғарады. Сол арада Пак отбасы кіші балаларының туған күніне орай саяхатқа шығады. Керемет үй арам тамақтарға қалады. Олар байлардың ваннасына түсіп, қымбат шараптарын ішіп, керемет төсектеріне аунап, өздерін бір сәт үйдің қожайыны ретінде сезінеді. Кенет ауа райы өзгеріп, нөсерлі жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Үйге бұрынғы қызметші Мунг Фанг келіп, жертөледе заты қалғанын айтады. Чхон Сук оның артынан түсіп, шкафты қозғалта алмай жатқанын көреді.
Ол жерде жасырын есік бар. Бұрынғы қызметшінің күйеуі Канси аштықтан әлсіреп жатыр. Ол бұл жерде коллекторлардан 4 жылдан бері жасырынып, сенсордың орнына баспалдақ шамын жағумен айналысып жүрген. Бұрынғы қызметші үйдегі жаңа қызметкерлердің барлығы алаяқ отбасы екенін түсініп, түсіріп алған видеосын қожайынға жіберемін деп қорқытады. Осы сәтте видео түсірілген смартфон үшін төбелес басталады. Нәтижесінде соққыға жығылып жарақат алған бұрынғы қызметші мен күйеуін жасырын жертөлеге қамайды. Ауа райының қолайсыздығына байланысты Пактардың отбасы үйіне қайтқан. Алаяқтар үйді әрең жинап тығылып үлгереді. Кішкене Дасонг шатырын аулаға құрады. Ал оның әпкесі Дая бұны видеоға түсіріп, жаңа ғашығы әрі ұстазы Киюға жібереді. Ол әкесі әрі әпкесімен қонақ бөлмедегі қыздың маңындағы үстел астында жатыр. Тоник әйелімен бірге үлкен терезеден шатырда жатқан балаларын бақылау үшін қонақ бөлмеде түнейді. Күйеуі бұл жерден көлік жүргізушінің жағымсыз иісі шығып тұрғанын айтады. Олардың сөздерін алаяқтар үстел астында жатып естиді. Байлар бұл иісті сөз етіп, метродағы кедейлердің иісіне ұқсайды деп шешеді. Үш арамтамақ қожайындардың ұйқыға кеткенін күтіп, байлардың көлік тұрағынан шығып кетеді. Олар нөсерлі жаңбыр астымен жалаңаяқ өздерінің жертөледегі үйлеріне қайтады. Үйдің терезесін жабуды ұмытып кеткендіктен үйдің ішін кеудеге дейін су басқан. Кейіпкерлер өздері сияқты үйлерін су басқан кедей ауданның адамдарымен бірге спорт залда түнейді. Кию неге екені белгісіз, досы сыйға берген байлық әкелетін тасты өзімен алып кетеді. Келесі күні азанда Йонге ауа райына байланысты баласының туған күнін өткізе алмағандықтан қайта тойлауға көлік жүргізушісі мен ұстаздарын шақырады. Түс ауа аулада туған күн өтетін жер дайын болады. Тоник өзінің жүргізушісімен туған күн иесі Дасонгқа қойылым қойып беру үшін үндістер киімін киіп бұта артында тығылып отырады. Кию сол бір тасты туған күнге әкеліп жасырын жертөлеге түседі. Ол осы тасты бұрынғы қызметші мен оның күйеуіне сыйға беріп татуласпақ болады. Бірақ бәрі басқаша болады. Қанға боялған ашулы Канси жігітті тұзаққа түсіріп, мойнына сым байлап сүйреп, ауыр тасты басына тастайды. Содан кейін жертөленің бұрынғы тұрғыны асханадан үлкен пышақты алып, аулада ештеңке ойламай көңіл көтеріп жүрген қонақтарға бет алады. Кичон туған күн иесіне торт апара жатқан жерінде көзі қанға боялған тұтқын оның кеудесіне пышақ сұғып алады. Содан кейін ол Чхонсукпен айқаса кетеді. Әйел оның бүйіріне кәуептің темірін тығып алады. Осы сәтте бай Пак мырза көпке дейін жуынбаған жертөленің тұрғынының сасық иісінен мұрнын жабады. Бұл әрекет Кимкидің соңғы төзімін тауысады. Ол ашуға булығып, қолына сол бір пышақты алып, байдың кеудесіне сұғып, оқиға орнынан қашып кетеді. Кию басына жасалған отадан кейін бір айдан кейін есін жияды. Олар анасы екеуі түрмеден құтылып кеткен. Оның әпкесі қаза тапқан, ал әкесі із-түзсіз жоғалып кеткен. Біраз уақыт өткеннен кейін бұл оқиға ұмытыла бастайды. Ал Кию сол бір үйді алыстан жиі бақылауда. Ол жердің жаңа тұрғындары Германиядан келген бай отбасы. Бір күні Кию үйді кешке дейін бақылап, баспалдақ үстіндегі шамның жиі жанып өшкенін байқап, оның морзе әліппесімен жіберілген хат екеніне көзі жетеді. Жазадан қашып, сол үйдің жертөлесінде тығылып өмір сүріп жүрген әкесі осындай жолмен баласына үнемі жолдау жібереді. Кию болған жағдай үшін өкінеді, бірақ бәрі кеш. Бұрынғы үй қызметшісі алған жарақатынан қаза тапқан. Сол себепті күйеуі ақылынан алжасқан. Ол бір күні түнде әйелдің денесін аулаға көміп жерлеген. Кию бай болып, сол үйді сатып алып, әкесін босатуға уәде етіп, армандауда. Арнаға тіркеліп лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Және телеграм арнаға тіркеліп кетіңіз. Сіздермен Киномен.